Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер, құрметті менің оқырмандарым. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгін біз айраннан миксерсіз 5 минутта дайын болатын өте дәмді торт жасайтын боламыз. Ең алдымен құрғақ заттарымызды дайындап аламыз. Елекке ұнымызды салып, оның үстінен разрыхитель, ванилин болса қосыңыз, болмаса аса маңызды емес. Ванилинімізді саламыз. Оның үстіне какао саламыз. Мен қанша мөлшерде екенін описанияға жазып жіберемін, бірақ мен барлығын көз мөлшерімен сала беремін. Енді сұйық массамызды дайындаймыз. 2 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып саламыз. Өте дәмді болып шығады, тез дайын болады. Шекерімізді саламыз. Шекерімізді салып болған соң жұмыртқа екеуін жақсылап, шекеріміз ерігенше араластырып аламыз. Міне араластырып алдық. Енді оның үстінен 1 стакан айранымызды құямыз. Айранымыз құйып болған соң араластырмай тұрып, оның үстінен тағы да 1 шай қасық ас содасын саламыз. Енді араластырамыз. Сол кезде міне көріп тұрғандарыңыздай осындай көпіріп реакция пайда болады. Жақсылап араластырып аламыз барлығын. Енді араластырып болған соң үстінен сұйық майымызды құямыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Барлығы бір-біріне сіңгенше жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң құрғақ заттарымызды, бана салып қойған құрғақ заттарымызды араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң енді сұйық массамызға құрғақ заттарымызды біртіндеп, бірден көп салмай, аз-аздан салып шығамыз. Міне, ұнымызды барлығын салдық. Бізде осындай масса шығады. Енді табамызды алып, май жағып, 180 градуста 40-50 минут пісіріп аламыз. Міне біздің тортымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай шикі болған жоқ, барлық жері толық пісті. Мен осы бетіне себу үшін түзіліп, аз ғана бөлігін кесіп аламыз. Кесіп алдым, әлі ыстық болып тұр тортымыз. Не көріп тұрғандарыңыздай қуыршақтарымызды 2 бөлікке бөліп алдым. Ортасын бәрі толық піскен. Енді кремін жасаймыз. Дүкеннің қаймағы, оның үстіне шоколадты вареный сгущенкамызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Енді
тортымызды жинаймыз. Қоржымызды алып, оның үстіне жаңағы дайын болған кремімізді салып, барлық жеріне біркелкі етіп жағып шығамыз. Толық крем жағып болдық. Енді оның үстіне жаңағы кесіп алған тортымыздың азырақ бөлігін майдалап осылай бетіне сеуіп шығамыз. Міне, біздің тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Бір жасағаннан шығады, бір шай ішкеннен ақ бітіп қалады. Қайта-қайта сұрайтын болады. Сау болыңыздар.